Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге баланы ЕГОВқа тіркеу қазіргі кезде хит болып жатқан қызметтің түрін сіздерге тегін ақ көрсетейін. Ол үшін ECP ключіңізбен әдеттегідей ЕГОВ порталына кіресіз. Войти деп. Бұл қызмет түрі тегін, егер адам өзі жасай алатын болса, ал өзі жасай алмайтын болса, оны адамына жүгінген дұрыс. Мен оның телефон арқылы жасауға болатын түрінде көрсетіп қойдым. Және ECP ключпен қалай жасаймыз деп ноутпен деген сұрақтарда болды. Сол үшін осы видеоны түсіріп жатырмын. Войти деп кіресіз через ECP. ECP-ңыз қай жерде тіркелген, соны тауып аласыз. Аутс деген программа арқылы кіресіз. Әрса ол қол қоятын ключіңіз. Аутспен любой сайтқа кіресіз. Және пароліңізді дұрыс жазасыз. Түсінікті болу үшін басынан бастап көрсетіп жатырмын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші бетіне кірді, ол жерде личный кабинет деген бөлімді басасыз. Осы жерде төмен қарай түсіресіз. Төмен қарай түсірсеңіз, сведение о детях деген шығу керек. Егер ашылмай жатса, беті обновить етіп отырасыз. Личный кабинет ашылуы ұзақ уақыт алады кейде. Төмен қарай түсірген кезде дети деген бөлімі бос тұрса, онда сіздікі ЕГОВта базада көрсетілмеген. Соны енгізу керек деп барлығы жар салып жатыр. Менде мысалы соңғы баламның иіні ЕГОВта тіркелмеген екен. Соның иін теріп, мен өзім тіркеп қойдым. Жерде добавить дейсізде иін ребенка жазасыз. Поиск деген шығады, соны бассаңыз, баланың аты жөні толық шығу керек. Ал егерде шықпаса, отсутствует ЗАГС десе, онда ЗАГСке хабарласасыз, или 1414-ке звондап дұрыстығын тексересіз. Олар өздері айтады не істеу керектігін. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осындай пайдалы ақпаратты ең бірінші болып көресіздер бұйырса.